Баршаңызға сәлем достар. Түс жоруға арналған YouTube каналына қош келдіңіздер. Егер каналға тіркелмеген болсаңыз, подписация бөлін басып, каналға тіркеліңіз. Қазақ халқында ата өлсе де атаны көрген өлмесін деген керемет сөз бар. Сол себепті бүгінгі түс жоруымыз өмірден өткен аталарымыз жайлы болады. Ал ендеше бастайық. Егер түсіңізде қайтыс болған атаңыздың күлімсіреп тұрғанын көрсеңіз, атаңыздың бұл дүниеде жақсы амалдары үшін арғы дүниедегі жағдайының жақсы екендігін білдіреді. Сонымен қатар сіздің діндар екендігіңіздің белгісі. Сондай-ақ түсіңізде атаңызды көрсеңіз, балалық шағыңыздағы ол кісінің сізге берген жақсы тәрбиесін сағынғандығыңыздың белгісі. Түсіңізде атаңызды көрсеңіз, өзіңіздің арман мақсатыңызға қалай да болсын жететіндігіңізді білдіреді. Түсіңізде атаңыздың бір нәрсені уайымдап тұрғанын көрсеңіз, сіздің басыңызда бір қиыншылықтардың болып жатқандығының белгісі. Егер ер адам түсінде атасын көрсе, өмірінде оң, яғни жақсы өзгерістер болатындығын білдіреді. Сондай-ақ ер адам атасының жылап тұрғанын көрсе, ол адамның алдында бір кедергілер бар екендігін белгісі. Түсіңізде қайтыс болған атаңыздың тірі екендігін көрсеңіз, атаңыздың о дүниедегі жағдайының жақсы екендігін және Алла тағаланың құзырында ол кісінің беделі жоғары екендігінің белгісі. Атаңыз үшін дұға жасап қойыңыз. Егер түсіңізде атаңыздың тірі жүргенін көрсеңіз, сіздің болашақта байлыққа кенелетіндігіңізді білдіреді. Сондай-ақ, өмірден өткен атаңыз сізге бір ақыл кеңес айтып жатса, сол ақылына құлақ асып, соны өңіңізде жасағаныңыз жөн болады. Себебі, дана қазақ халқында ата тілін алмаған аман болып көп жүрмес деген керемет сөз бар. Түсіңізде атаңызды көрсеңіз, сіздің сапарға шығып демалатындығыңызды білдіруі де мүмкін. Түсіңізде атаңыздың жүзінің жарқырап тұрғанын көрсеңіз, атаңыздың Алла тарапына жақындай түскендігін білдіреді. Егер қайтыс болған атаңыздың өмірден тағы да өтіп жатқандығын көрсеңіз, сіздің жұмысыңызға салғырт қарап жүргендігіңізді білдіреді. Сол себепті жұмысыңызды жақсы атқарыңыз. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымыз аяқталды. Егер де видеомыз ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар және де подписация бөлін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.